Қазақтың интеллигенттері орыстан қатын ала бастағанда қазақ құрды. Қазақтың ең керемет, ең мықты азаматтары орыстан қатын алу арқылы жан сақтады, мәнсапқа ұмтылды. Москвада атақты МГУ университеті, тағы басқа университеттердің маңында КГБ-ның арнайы тәрбиелейтін, тансаның түбін түсіретін, әннің түбін түсіретін, музыка аспаптарының кез келгенін ойнайтын, тарих десең тарих, саясат десең саясат айтатын, керек десең сенің тіліңді де үйреніп алатын, бірақ төсек өнеріне әбден тәрбиеленген сұлу қыздар болды. Ал осы сұлу қыздар сол заманда Москваға оқуға барған қазақтың жігіттерін, өзбек қырғыздың жігіттерін, жалпы орысқа бодан болған халықтың жігіттерін келтіруге КГБ-дан тапсырма алды. Ал бұл қыздар жай басқа қыздар ұялып, сыртқа шығып келейік, қыдырып келейік, паркке қыдырып келейік, кино көрейік, театр көрейік дегенде жаңағы ұялам қойыңызшы деп назданып тұрғанда, бұларын жаңағы төсектің бәлен түрін көріп қойған, еркекті баулаудың түгенбай технологиясын меңгеріп, кітабын оқып, емтиханын тапсырып, экзаменнен өтіп қойған бәле шпиондар. Сөйтіп жаңағы орысқа бодан болған халықтың ең керемет жігіттерін орыстың осындай тәрбиеленген салдақылары құлатты. Сөйтіп ең мықты деген жігіттер Мәскеуден бір орыс қатын алып қайтқанда, ауылдағы қарапайым қазақта орыс қатын алу қолы жеткен жігіттің ісі дейтін болды. Сөйтіп қазақтар сөйтіп орысқа ассимиляцияға түсті. Біз мына Чукчаның, мына Бурият Сақаның артынан кетіп қала жаздадық. Мына Чукчалар, Шорлар, мына жойылып кеткен құмықтар, орыстар өзі жалпы 100 шақты халықты жойып жіберді ғой. Сол ұстап қазақта аз қалдық. Мына қалмақтар, мына Алтай деген халық бар, Абай атамның сөзімен айтқанда, мына Күнтеріскейде қазақтың діни исламға кіре алмай қалған туыстары тұрады дейді. Туыс деп Абай неге айтады? Бізбен тегі бір, қазақ олар. Бірақ Абай айтады, олардың діні бөлек еді дейді, діни исламға кіре алмай. Сөйтіп олардың бәрі қазір не болды? Александр Сергеевич Кошкарбаев болды. Петр Петрович Серкебаев болып кетті. Фамилиялары ғана қалды да аттары орыстан. Манжулар тура осындай қателікті жасады. Манжулардың патшалары, мансаптылары, билікке келгендер, интеллигенциялары мына Қытайдың қисық-қас ақбалтырларын ала бастады. Оның үстіне бұл Қытайдың қыздары өз бой жете бастағаннан шешелері төсекке баулайды оны. Қайтып байын меңгеруді, қайтып байының қалтасындағы ақшасын қағуды, сол жаңағы назданып, ренжіп, бақырып, бұртиып, шұртиып, жаңағы біресе ренжісіп, біресе тулан тұтып жүріп, сол байының миын аштып, жарты миын жеп, байын миғұлақ айналдыруды Қытайлар бала күннен үйретеді. Мына Қытайдың киносын қара, әлеуметтік желісін қара. Мына Қытайдың қатындары тура аш қасқырдан анынан арсылдап тұрады ғой. Ең қабаған деген иттің мына Қытайдың қатындарының қасында түк емес. Арс етіп тұрады, арсылдап тұра. Қатындары билеп тұрады. Оны жасырары жоқ. Мына Қазақстанда байқап отырған шығарсыздар, мына Қытайдан көшіп келген қазақтардың, бәрі демеймін, кейбірі мүмкін бір 5-10%, ана қатындар ана Қытайдың киноларын көре беріп, олар да Қытайдың қатындарынан үйренген. Мына байын тура майлық, сулық қылып, тура ең соңында тряпка қылып